Төлемді 55 және одан жоғары жасқа толған, еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарды істейтін, жиынтығында кемінде 7 жыл міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылған қызметкерлер ала алады. Жоқ, арнаулы әлеуметтік төлем алушылар еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарды жалғастыра алмайды. Олар зиянды өндірістік факторлардың әсерін болдырмайтын басқа жұмысқа ауысу мүмкін, немесе еңбек қызметін тоқтату керек. Елу 55 жасқа толған кезде зиянды жағдайларда жұмыс істемейтін, бірақ олар үшін 7 жыл ішінде міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары төленген тұлғалар республикалық бюджеттен және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан арнаулы әлеуметтік төлемді алатын болады. Арнаулы әлеуметтік төлемді алу қызметкердің зейнетке шығу құқығына әсер етпейді. Арнаулы әлеуметтік төлем зейнеткерлік жасқа толғанға дейін беріледі, содан кейін ол тоқтатылады. Және қызметкер жасына байланысты зейнетақы алуға құқылы. Арнаулы әлеуметтік төлем 4 көзден жүзеге асырылатын болады. Ол республикалық бюджет, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, өмірді сақтандыру жөніндегі компаниялар және жұмыс берушілердің қаражаты есебінен. Арнаулы әлеуметтік төлем орташа мөлшері шамамен 208 мың теңгені құрайды. Бұл болжамды есеп екенін түсіну керек, өйткені бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін төлем мөлшері өтініш берушінің зейнетақы жинақтарының көлеміне байланысты болады. Арнаулы әлеуметтік төлемді 2024 жылы 37.100 адам, 2025 жылы 42.300 адам, 2026 жылы 47.200 адам алады деп күтілуде. Кәсіптік тәуекелдерді бағалауды жүргізуді, еңбекті қорғау бойынша оқытуды, медициналық тексерулерді және қауіпсіздік үшін жабдықтарды жаңғыртуды қоса алғанда, жұмыс берушінің алдын алу шараларына жұмсалған шығындары өтеледі. Қалпына келтіру терапиясы, сауықтыру, зардап шеккен қызметкерлерді әлеуметтік, психологиялық және кәсіптік оңалту шығындары өтеледі.